Отбасы шағын мемлекет, яки әр отбасының татулығы мен тұтастығы мемлекет үшін өте маңызды. Кейінгі кездері таңғалудан қалдық. Қазақстанда ажырасу деңгейі өте жоғары. Былтыр отбасын құрған жастардың 33% ажырасып кеткен. Қоғамның басын қатырған бұл мәселенің себебі көп. Біз бүгін оның біреуіне ғана тоқталамыз. Ажырасудың ең кең таралған түрі қандай екенін білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыз. Айтпақшы ескерте кетейік. Бүгінгі хабарымызда сіздерге тосын ойлар мен одағай пікірлер айтылуы мүмкін. Дайын болыңыздар. Жиырма 25 жастағы Баян Абдулламен Түркияда демалған кезінде танысқан. Курорттық роман әйел үшін сүйіспеншілікке айналған. Бір жылдан соң бұл жұп үйлену жағын ақылдаса бастайды. Осы кезде Баян екі досын жаңалықты естиді. Біріншіден сүйіктісі азан шақырған Руслан атын Абдуллаға ауыстырып алған. Ал ең бастысы өзінен 15 жас үлкен Нақсүйерінің некелескен әйелі бар болып шығады. Бірақ Баян құрбылары үшін таңғаларлық қадамға бел буып, екінші әйел болуға келісімін береді. Көз жұмып, қарым-қатынасымызды жалғастырдым. Бір жылдай араласып жүрдік. Бір жылдан соң ол маған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Мен әрине қуанышып келістім. Баян сонымен ол жігітке тұрмысқа шығуға келіседі. Бірақ екінші әйел алу үшін, болмаса екінші рет некеге тұру үшін атын өзгертеді деген тенденция қоғамда байқалады. Жалпы ат өзгерту деген нәрсе. Сонда біздің ойымызша ат өзгертсек қана екінші әйел алуға бола ма кеңшілігіміз? Неке тұру үшін оның қажеттілігі ешқандай қажеттілігі жоқ. Ол дін жағынан болсын, ешқандай атты өзгертудің шарты емес қой. Мүмкін оны өзіне бетперде ретінде, мүмкін перде ретінде пайдаланған болуы. Ат өзгерту деген мәселе бізде соңғы кезде де мода болды. Мода болғанда қазір енді көптеген діни таным, басқа шаблондармен өрілген жастарымыздың өзі кезінде таблиғи жамаатшылар аттардың бәрін өзгертіп тастаған. Абдуррахман, Абдулкерим, ислами деп есептейді ол аттардың барлығы. Қазақтың Қойшыбай, Қасқырбайдың барлығын бұл исламға сай емес деп түсінеді. Сосын кейін исламға келу деген өздерінше бір үлкен бір шаблондар бар. Исламға келу осындай атымен, затымен деген сияқты. Сондай. Ал енді Тәжікстан немесе басқа Орта Азиядағы жаңа тәуелсіздік алып, ислами құндылықтарға өзін оралып жатқандарда да жаңа үдеріс байқалады, бұл үдеріс. Бірақ бұл аяқталған үдеріс емес. Сондықтан мен ойлап отырмын, бұндай мәселені көтерген кезде өте сақ болғанымыз дұрыс. Себебі ислам біздің құндылықтарымыздың негізі. Түсінікті. Есім өзгерту психологиялық өзгерістерге ұшырата ма адамды түбегейлі? Әрине түбегейлі өзгеріске ұшыратады. Өйткені өзінің жаңа қазақша айтып жатырмыз ғой, азан шақырып қойған есімін ол өзгерту, жаңағы мына кісі айтқандай, ол шариғатқа да басқаға да қайшы деп. Ал психология саласында мысалы өзінің есімін өзгерту, яғни ол бір психологиялық ауытқушылықты білдіреді. Бір жағынан алып қарайтын болсақ, ол өзінің зымиян ойын іске асыру үшін жаңағыдай іс-әрекет жасайды. Сонда ат өзгерткендердің бәрі зымиян ойлы болып шыға берсін? Мынандай ғой. Оны бірнеше факторлар болуы мүмкін да атын өзгертудің. Біріншіден, ол өзін бұрынғы азан шақырып қойылған атын мұсылмандыққа сай емес деп түсіну. Жақсы. Екіншіден, ол өзі сол атпенен бір қоғамда толысып бір орын таппаған болуы мүмкін да. Жақсы, екінші. Үшіншіден, жұмысқа әрекеті. Мысалы үшін жаңағы екінші әйел алу үшін немесе бір ұнатпаған қызға үйлену үшін бүктірме ат қою. Бүркеншек ат қою. Ол енді атын өзгерткенмен затын өзгерте алмайды емес пе Бақытбек аға? Айтыңызшы. Жоқ, бұл кісі жаңа психолог ханым айтып кетті ғой. Иә. Негізінде бұл ат қою жақсы. Бұл үлкен мәселе де. Кезінде айтайық, Совет үкіметінде ат қоюмен өзгертуді айтыңызшы атты. Жоқ, ат қою кезінде Совет үкіметінде көбі неге Совет үкіметіне аңғайлы аттарды қойды. Жеңіс, Бақытбек деген енді жалпы ат қой. Жеңіс, Мейліс, Еңгіліс деп неше түрлі аттарды қойды. Ал енді қазір жастардың көзі діни бостандық болғаннан кейін қазір көбі соған қарай ыңғайланып жатыр. Демек, біз қазақтар балаларымызға дұрыс ат қоя алмауымыз себепті олар араптан алып отыр ма? Мен былай айтар едім. Діннің кезінде тыйым салғандығынан, кезінде Совет үкіметі кезінде, енді бостандық болғаннан кейін кім қалай болса солай діни аттарды қойып жатыр. Дін болды ғой қай кезде? Мындай ғой. Егер ол итермелеп жатқаны, ол анау түскен орта, оны қалай қабылдайды?
ол атты өзгерткенде, исламға бейімдеген кезде, діни сөздерді қолданған кезде оның мәртебесі артатын сияқты. Адамның мәртебесі артатын? Бұрынғы мәртебелі мұсылмандағы тарихтағы адамдардың мәртебесіне жақындайтын сияқты. Қазір мысалы Әбу баласының атымен атайды, өзінің атымен атамайды. Мысалы Әбу Мұхаммед дейді, Мұхаммедтің әкесі дейді. Бұл дәстүр қазақтың дәстүрінде ешқандай жоқ. Ол арабша аттар болған, Абдулла деген, Мұхаммед деген. Бірақ Әбу Абдулла дегендер жоқ. Дұрыс, мәртебесі артады. Неге десеңіз, Алла тағаланың 99 аты бар. Дұрыс па? Бүкіл мұсылмандарға жер бетіндегі. Соның ішіндегі мұсылманның ішінде беделділер бар. Айтайық, жаңағы пайғамбар, пайғамбардың достары, атақты ғалымдар, жаңағы муфтилар, солардың аттарын қоюға тырысады. Жоқ, енді ол ат қоюға, атты өзгертуге қатысты өзі шариғатта мынандай критериялары бар да. Пайғамбар алейхиссалату вассалам өмірде ат өзгертті. Қай уақытта? Егер адамның аты бұрынғы азан шақыру болмады ғой енді исламның алдында. Қойылған аты исламның негізгі қағидаларына қайшы келсе. Мысалы үшін айтсақ, Абдул Узза деген сахабаның атын Абдулла деп өзгертті. Абдул Узза деген оларда исламға дейін пұт болған арабтарда. Пұттың құлы, яғни Уззаның құлы деген ат, ол исламға қайшы келгендіктен өзгертті. Сондықтан ал енді шариғатта ондай үрдіс жоқ қой. Енді қазақтың Руслан деген қазір кімнің жынына тиіп жатыр? Қайшы келіп жатыр ғой. Совет үкіметінде қойылған аттар қазіргі жастарға ұнамайды. Қазіргі көзі ашық, әлемді аралап жүрген қазақтың жастарына ұнамағандықтан олар өзгертіп жатыр. Жақсы, бақтыға сөз... Орада бір мәселені ескерту керек. Жаңағы муфтиятта, басқа жерде мына сияқылды ақыл айтатын адамдар болу керек, чтобы олар тағы да қателеспеу. Жақсы, қазір Бақтыға сөзіңіз аузыңызда. Біз Баянның тағы бір әңгімесінен үзінді тыңдаймыз, содан соң әрі қарай жалғастырамыз. Баян отбасылық тұрмысының алғашқы жылы жоғарғы шенділердің тоқалдарының өмірі секілді қызық өткенін еске алады. Жеке баспана, автокөлік, діндар жұбайы. Баянның өзі де хиджаб киюге көнеді. Сонымен Баянның барлық жағдайын жасағаннан кейін Руслан оған өзінің діни көзқарастарымен оған хиджаб, нихаб киюге үкім ете бастайды. Оған көнеді. Енді ол да енді мұсылман жігітке тұрмысқа шығып жатыр. Дәулетті жігітке. Мұсылман ортаға барып жатыр. Дәулетті жігітке шығып жатыр. Бірақ ол шын ниетімен, шын көңілімен сол жігітке тұрмысқа шығып нететін болса, ол жаңағы қижап деген мәселені өзі қазақта өзі жақсылап мына муфтиятта неде түсіндіріп айтпай жатыр да, біреу былай айтады, парламенттегілер былай айтады, депутаттар былай айтады. Қижап деген не? Қижап деген әйелдердің, еркектердің тәбетін ашпау үшін дәулетті жігіт өзінен өте үлкен, жасы тоқтасып қалған кісіге жас қыз күйеуге шығуға мәжбүр, және барлық шарттарына көнеді. Демек, байлыққа қызығу, әлеуметтік жағдай соған итермелейді. Біріншіден осы біздің қоғамдағы қазір қыздардың, әйелдердің мәселесі өте күрделі болып тұр ғой. Жаңа хиджаб киюда, белгілі бір сектаға кіруда, соның бәрі айналып келгенде әлеуметтік мәселе, өз жағдайымды қалай жақсартсам, әйтеуір көну, бір дәулетті жігіт іздеп тауып, ай осы мені асырайды, осы бір иманның жолында жүр, бұл бір исламның жолында жүр ғой, мені өлтірмес деген бір әйелде сондай бір үміт бар да, содан айтқаның бәрін істейді. Ал хиджаб кию, жаңағы айтқаның бәріне көне беру деген, ол деген бір көмпіс, нағыз топас адамның сөзі деп есептеймін. Біздің хиджаб деген нағыз қазақтың өзіміздің ерекшелігіміз бар ғой. Біздің ата-бабамыз хиджаб кимеген, хиджабпен кимешекті еш уақыт шатастыруға болмайды. Мен өз басым, өзім пікірім. Мен хиджабке бетін қап-қара болып жабылып жүрген адамға қарсымын. Бүкіл қоғам болып күресуіміз керек. Қыздардың дәулетке, бай, ер азаматқа осы менің барлық мұқтажығымды қамтамасыз ете алады деген азаматқа күйге шығуын неге біз мансұқтаймыз бұл жерде? Бұл енді ол әрбір қыздың, әрбір жеке тұлға, енді қыз балада тұлға ғой, ол қыздың өзінің жеке отбасындағы әлеуметтік психологиялық жағдайына байланысты. Ол өзінің сол дәулетті ер азаматқа шығуын жаңағы отбасын, жаңағы әрі қарай сүйрету, жаңағы соңынан ерген іні сіңілдерін сүйрелеп жаңағыдай бір дәрежеге келтіру, сондай мақсатпен енді жалпы былай әлеуметтік психология жағын айтатын болсақ. Ал енді хиджаб киюге келетін болса, кейбір қоя тұрайық да? Мынандай жағдай, сөйтіп екі әйелі болса да, үш әйелі болса да жас қыздар дәулетті жігіттердің өзіне көз салған сөзін қайтара алмай күйеуге
тиіп жатады. Үшінші әйел болып, әйел үстінен тиіп жатады. Діннің осы бір артықшылығы арқылы, дәулет арқылы қыздардың басын айналдырып алу болмаса, осындай бір әйел үстіне әйел алу деген тенденция сізге қауіпті болмай ма? Қалай ойлайсыз? Енді өзара келісім болса, біздің дініміз бұған рұқсат беріп тұр шындығында 4 әйелге дейін деп, бірақ ар жағында шарты бар. Барлығына тең көзбен қарай алатын болса, тең шарт жасай алатын болса, хақ құқық деген мәселе ғой бұл жерде. Отбасы деген саясат деп жатырмыз, ол жерде хақ құқық болады. Біздің ислам дініміз әйелдің де, ердің де құқын жаңағы өлшеммен, әділетпен сақтауды бұйырады. Ал енді оның өлшемнен шығып кеткеннен кейін әрине бәрі қауіпті болады, кез келген нәрсе. Сондықтан бұғанда өте сақтықпен абайлап қарау керек. Егер біздің қазақтың қыздары осы қазақтың санын, ұрпағын көбейтейік, анау ерінің абыройын асырайық, 4 әйел болып бірге тұрайық, бір ынтымақта деп өзара келісім болатын болса, мен оны қолдаймын негізінен шындығында. Жақсы. Бұл мәселе шын айтқанда, жаңа Досекең айтқандай, мүмкін шариғатта бар шығар, бірақ ол өмірде қолданыс табудағы дәрежесі өте төмен. Яғни, анау Құранның өзінің аятына қарайтын болсақ, ол жерде айтады, сендерге біреу, екеу, үшеу, төртеуге дейін рұқсат. Бірақ әділетсіздік жасаудан қорықсаңдар дейді, біреумен қанағат етіңдер дейді. Ол жерде өте үлкен мәселе. Бір екіншіден қыздардың санасында да бір түсінік қалыптасқан сияқты. Ер азамат егер діндар болатын болса, бұл бәріне барады деген. Ол діндарлықтың да өзінің деңгейлері бар. Ер азаматта сол Құранның шариғаты 4 әйел алуға болады дегенді ғана кіргізіп алғанда, оның ар жағындағы жауапкершілігі, оның ар жағындағы имандылығы әйелдің көз жасына назар аудармайды. Тек 4 әйел алу керек, болды біз алуымыз керек. Ол шариғатта бар дейді. Оның артына ешкім жауап беріп жатқан жоқ. Кейіпкеріміздің отбасын күл талқан еткен нендей жағдай? Күйеуінің баян білмеген қандай тұстарын қоғам қабылдай алмады? Күйеу баласы жайында естігенде, баянның ата-анасы қандай қадамға барды? Бұл жайында қысқа жарнамадан соң білетін боласыздар. Төрт әйелді Алла тағала Құран арқылы әділетті болсаң бірге ал деген. Орада сен 7-ші, 8-шін алма деп айтылған сөз жоқ орада. Бұрын біз қорқатынбыз, Құдай осы арақ ішпес екен, осы нашаға үйір болмас екен. Қазір қорқатын болды, Құдай мынау сектаға кіріп кетпес екен, ұлымыз ұлға ғашық болмас екен деп. Отбасында түрлі қиындықтар, шиеленіспен ажырасу болып жатады. Бірақ біз көтерген бүгінгі тақырып өзгеше. Алдымен мынау кадрларға көз жүгіртейік, содан соң әрі қарай жалғаймыз. Бәрі күйеуінің кәсібіндегі қиындықтардан басталған. Қарызды жабу үшін баспана мен көлікті сатқан соң Абдолла Баянға бірінші әйелмен бірге бір шаңырақ астында тұруға көндіреді. Уақыт өте күйеуінің әйелді таяқпен тәрбиелеу туралы түсінігімен танысады. Ал бәйбішеден өзінің реттік нөмір нешінші тоқалы екені туралы естиді. Мен оның 6-шы әйел екенімді айтты. Және де сен қара киім кию керексің, сен намазға жығылдың енді біздің айтқанымыздай болады деп маған күшпен қара киім кигізді. Сонымен біз білетін шариғатта 4 болған. Бірақ мына азаматтың Баян 6-шы әйелі. Енді бұл 6-шы болған кезде 6-ауын бірге ұстап тұрғанын айтпаған ғой. Ал шариғатта заңды некеде, яғни шариғи некеде 4 әйел ұстап тұруға болады, яғни 5-шін алуға болмайды. Ал егер ажырасып, босатып жатса, ол жағдайда болады деген сөз. Бұл мүмкін жаңағы бірінші әйеліне қоса, екінші әйел алып, оны ажырасып, тағы әйел алып ажырасуы мүмкін да. Бір адам сонда саналы ғұмырында қанша рет ажыраса алуы мүмкін? Кешіріңіз. Сіз айтасыз, ажырасып, босатып, ажырасып деген бұл бір... Қанша әйел қалуы? 6 әйелі ма, 10 әйелі ала ма, ала алатын болса, алсын. Ала бере ма? Босараны дұрыс нетіміз керек. Тұра тұрыңыз. Сонда немене әйелді алып тастай беретін әйелді отбасының басына ұстап тұра алатын едіңіз? 6? Өте қиын сұрақ. Егер, орада ол өте қиын сұрақ емес. Бұл кісі жаңа... Сіз сұраққа жауап беріңіз, кешіріңіз. Әйелдер туралы айтып жатыр ғой. Қазіргі әйелдердің психологиясы мен айтайық осыдан 100 жылғы бұрынғы әйелдердің психологиясы. Жалтарып баратыз жауаптан. Мұсылман. Сондықтан мен 6 болса 6, 7 болса 7-інде бірге тұрғызар едім. Егер ол әйелдердің шариғатта ем салмаған, біз бір нәрсені дұрыстап айтайықшы, бұл кісілер қайтадан осы мәселені дұрыс қарау керек. 4 әйелді Алла тағала Құран арқылы әділетті болсаң бірге ал деген. Орада сен 7-ші, 8-шін алма деп айтылған сөз жоқ орада.
аласың ба? Бірге тұра ала ма? Тұрсын, алсын. Бірақ мына кісінің шырылдап жатқаны не үшін шырылдап жатыр? Ал. Қазақтардың егемендік алғаннан кейін қазіргі қазақтың жігіттері не істеп, не қойып жатқанын білмей қалды. Ана мұсылмандарға бір елік дейді, арабтарға бір елік дейді, түріктерге бір елік дейді, қырғыздарға бір елік дейді, өзбектерге бір елік дейді. Қош, неге? Мұфтият осы мәселенің бәрін дұрыс шешудің негізін қалап телевизордан жаңағы әйелді қалай дұрыс алу керек, әйелді қалай құрметтеу керек, қандай жаза, егер көнбесе қандай жазаның болатынын осы кісілер телевидение арқылы түсіндіру керек. Айтыңызшы, шалалы айтыңызшы енді. Енді бұл жерде ағамыздың айтып отқан жаңағы 6-шы, 7-ші әйел деп айтып отқан ол шариғатқа қайшы? Жаңағы Құранда нақты келді. Ниса сүресінің 5-ші аятында Аллах Тағала айтады: Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. Фанкиху ма тоба лакум минан нисаи масна ва суласа ва руба. Сіздерге ұнаған көңілдеріңізге жаққан әйелдерден 2, 3, 4 алыңыздар деді. 4-ге ғана рұқсат етті. 5-ші алма деп айтқан жоқ қой. 4 алыңыздар, әділетті болыңыздар деді. Болды. Қараңыз, ислам ғұламалары бұған дейін бұны тәпсірлеп, түсіндіріп, нақтылап, пәтуа деген нәрсе бар. Пәтуа берілген. Әркім Құранға қарап өз пәтуа бере алмайды. 4-дің өзі, ол жаңа 4 емес, 2-шінің өзі үлкен проблема болып жатыр. Неге? Өйткені ол 2-шінің құқын білмейді. Жаңа жас әйелге қызығады, сұлу әйелге қызығады. Еркек ер адам әр уақытта көзбен ғана сүйіп, көзбен ғана көрген. Еркектер дұрыстап шешіп алайықшы. Бұл мысал үшін шырылдап әйелдерді қолдап отыр, иә? Бірақ қазіргі қыздардың тәрбиесі қалай болып жатыр? Мысал үшін мен айтайын. Менің үйімде қызым бар. Бақытбек, кешіріңіз, студияға бір сарапшымызды шақырып алайық. Содан соң әңгімемізді әрі қарай жалғастыратын боламыз. Имам Ермек Мұқатайұлы, түрлі айтыңыз Ермек. Сонымен ырғасып жатырмыз енді, ал төрелігін айтып көріңіз. Қандай ой түйіп отырсыз? Бақытбек, тыныш отырыңыз, міне, келді. Бақытбек, идеяңыз жалпы дұрыс, бірақ қолдану тәсілдеріңіз қате. Мына кісінің айтқан сөзіне қосыламын. Неге? Өйткені бұл кісі айтып отыр, әйел адам психологиясын зерттеп, әйел адаммен нақтылап анықтап болмайынша, ол өте қиын нәрсе. Шешілмейді бұл мәселе. Ершат ағамыз мысалға жаңа сізге ашық айтып отыр, Құранның аятын айтып отыр. Сіз Құранның аятына қарсы шығып отырсыз. Жоқ, сіз Құранның аятына қарсы шығып отыр деуге айтқаныңыз дұрыс емес. Мен айтып отырмын ғой. Алла Тағала, тыңдаңыз. Жоқ, бұл кісі өте үлкен маған кінә тағып жатыр. Солай дедіңіз ғой, бүкіл халық күліп отыр. Мен былай дедім. Алла Тағала Құранында 4 әйел алуға лұқсат берген, әділетті болсаңыз деген. Дұрыс па? Енді 5-ші, 6-ші әйел алма деп айтқан жоқ қой орада. Айтыңыз. Айтпау арқылы, мен ерекеңді айтты, айтпау арқылы тоқтам жасады сөзді. Енді бұны misal үшін бұл кісі тоқтатама, сіз тоқтатасыз бе, мен тоқтатам ба, оны біз тоқтата алмаймыз. Қазіргі әлемде қараңыз, 8 әйел бар, 10 әйел адамдар бар, 60-30 әйел бар адамдар бар. Кім тоқтатады? Алла Тағала сізге орada тоқтатып тастаған жоқ. Егер әділетті болып 7 әйелді сидырып отырсаңыз ал, пайғамбарды алған кезінде 6-шы, 7-ші ал деген бар ма, 5-ші жоқ қой, соны айтып тұрмын ғой. Орада тоқтаған 4-пен, шариғат заңы 6 деген жоқ. 60-та, 70-те, 80-де әйелі болған адамды маған көрсетіп беріңіз. Біріншіден, екіншіден, сол адамның мұсылман екендігін көрсетіп беріңіз. Мұсылман екендігін көрсетіңіз. Шариғаттың шеңберінде, ислам дінінің шеңберінде, Құранның шеңберінде, пайғамбардың жолының сүннетінің ішінде осындай нәрсе бар екенін 4-тен артық 5 әйел болған адамды алдыңыз. 4-тен 5-еу алған адамдікі харам болады, күнә болады. Міне ерекең діни басқарманың өкілі ашық айтып отыр бұл нәрсені. Бұны анық біліңіз. 4-еудің өзін дұрыс алмауына байланысты үлкен проблемалар бар. Сіз оны 6-7-ге көтеріп жатсыз. Жақсы. 6-7 біріншіден, және неке қиып жүрсіз бе қазір? Әлбетте, біз имам болғаннан кейін күнделікті ол қызметіміз біздің халыққа жасайтын Алла Тағаланың бұйрығы. Ата-анасы қарсы болған жаңағы кейіпкеріміздің жағдайына ойсашы. Ата-анасы қарсы 7-ші әйелге ауыстырып жібердіңіздер. Сіз ғой 6-7 әйелге ауыстырған. Некені келісімсіз қию мүмкін бе? Қазіргі таңда мынаны қараңыздар. Қоғам өте қазір өте қауырт, өте қиын болып тұрды қазір жаңа жерде ше. Өте қиын. Қазір WhatsApp бар, Viber бар, басқасы бар. Бұның бәрі әсер етіп жатыр адамдарға ше. Ең әуелі некенің шарттарына келетін болса, біздің алдымызға келіп неке қиямыз десе, біз ең бірінші сұрайтын нәрсеміз жаңа жерде ата-ананың рұқсаты бар ма, ахаж бар ма дейміз жаңа жерде. Ахаж жоқ па, ата-ананың рұқсаты жоқ па, айналайын барды алып кел. Ата-анаң жетектеп алып келу шүрі, мен өзім ашық айтамын. Қоғамда практикамызда бар, ерекең біледі мысалға ше. Жұма намаздан кейін. Ата-анасы мұсылман болмасын істейсіз.
мейлі. Жақсы. Ахаждан енді міне, қалыптасқан 18 жағдайға жаста- тағы ойса кетейік. Жақсы, ата-анасы келістірді бірдеңе қылып, ата-анасын. Өзінен әлде қайда жас үлкен кісі әйелді алам деді. Кешіріңіз. ЗАГС па? ЗАГС. ЗАГСтен ол күні ешқашан да рұқсат бермейді, оны сіз қалай сұрайсыз? Бәке, кешіріңіз, сөз бөлмеңіз. Біз екінші Мынандай мәселе жағдай. бар, біз біріншісінің өзіне соған қазір шектеу қой, екіншісін қоя тұрмыз. Қазір қоғамда екінші алуды мүлдем ұмыту керек. Ерке. Біз біріншісін өзін реттей алмай отырмыз, ағасы. Дұрыс айтасыз. Бірінші әйелдің өзін дұрыстап бағып қаға алмай отырған еркектердің намысы жоқ. Өйткені Дұрыс айтасыз, міне. Енді жаңа баянның басындағы жағдайды айтайықшы. 6-шы әйелді Бірінші- алып отыр ана еркек. Руслан жаңа Абдулла деді ма? Жақсы. Ал оны кім әр жағын кім зерттейді? Неге қияды оның? Некені кім қияды? Жоқ, ол қайтып отыр, 6-шы әйел алып отырған жоқ, ол ажырасқаннан кейін барып 6-шыға реттік сан бойынша 6-шы болуы мүмкін, бірақ шарғи тұрған төртеу менен тоқталады. Бірақ төртеуінің біреуі босап жатса, ажырасқан болса, қайтыс болса. Демек 6-шы рет үйленген. Ол тек қана 6-шы рет үйленуі мүмкін. 4 рет, 4 бірақ әйелден бір некеде. некеде Жақсы, 4 біз әйелден тыңдайық. артық ұстай алмайды. Жақсы, тыңдайық. Баянның әңгімесін әрі қарай тыңдаймыз. осындай сектаның жетегінде кетіп жатқандар да бар. Аллаға шүкір, менің мүмкін осы жеңіл құтылғаным да шығар. Сонымен бұл кісі өзін азат етуін сұрайды күйеуінен. Мен сізден іргемді аулақ салқын келеді. Әлеке, Иә. бұл жерде болып жатқан қалыптасып кеткен тенденция бар да, мысалы үшін жаңа бұндай азаматшалардың неке қиылуы ол мешітте жасалып жатқан жоқ. Олар астыртын жасырын өздерінің ортасында ғана жасалып жатыр. Кімнің ортасында? Сондай ағымда кеткендердің ортасында. Тіпті сондай оқиғалар болып жатыр. Қазақстан. Көліктің ішінде жасалып жатыр. Тоқтаңыз. Иә, содан. Тіпті мына түрмелерде жатқан жаңа ағымдарда кеткен азаматтар телефон арқылы неке қиып жатыр. Бұның бәрі шариғатқа сыймайды. Жоқ, енді осының бәріне бір тоқтам, мен діни қызметкерлерсіз, неге біздің мемлекетте осыған нақты заң қаралмаған, неге біздің осы әлсіз жандар болсын? Бұрын біз қорқатынбыз, Құдай осы арақ ішпесе екен, осы нашаға үйір болмаса екен, қазір қорқатын болды, Құдай мынау сектаға кіріп кетпесе екен, ұлымыз ұлға ғашық болмаса екен деп. Жоқ, рас қой, мысалы біздің қоғамдағы ең күрделі мәселе дұрыс мәселені енді көтеріп жатсыздар. Соның бәріне неге белгілі бір заң қабылдап, неге шара қолданбасқа? Біз қайда барамыз? Біз үйден қызымыз түгіл, қазір ұлымыз шығаруға қорқатын болдық. Енді қазір қараңыздар. Бұл қоғамның ащы шындығы. Мына мәселеге дұрыс қарау керек. Бұл кісі жаңа өте дұрыс айтып жатыр. Ұлымыз ұлға ғашық болып қалмасын деп жатырмыз деп жатыр. Қазіргі қоғамда дәл осы кезде қазақ мемлекетінде тұрған проблеманың жүйелілігі сондай, көптігі сондай бар ғой. Мен айтар едім, мына егемендігімізді ар қарай тағы да мәңгілік елбасы бастап берген мәңгілік елге жарататын болса, Сөзге айтыңызшы. бұл арада Бәке. Қонақ беріп сөйлейді. Тыныш. Физикпен сөйлейік ағайындар. Досекең сөйлесін. Қазіргі еркектердің өзі әйелден жаман болып кетті. Жақсы. Әне айтып жатыр ғой, екі еркек бір-біріне ғашық болып жатыр деп. Кешіріңіз, мына жер бұл айқайлап шешетін мәселе емес. Бұл талақ, неке деген өзі әзілдесетін де тақырып емес. Бұл түсіндіңіз ба? Бұған үлкен маңызбен, жауапкершілікпен бұл айқаймен шешілмейді бұны. Бұл мәселеде шоу болғанымен бұл құндылыққа қатысты мәселе. Бұл отбасына қатысты мәселе ғой. Мына кісі айтып жатыр, біздің отбасымыз, құндылықтық негіздеріміз бар. Ислам келіп, осы исламды қаралау бар біз жерде қарасаңыз. Мен айтамын, мына жерде исламның рухы жоқ мына бейнероликте. Исламды дұрыс түсінбеген, әнеге басқаша исламға күйе жағу қаралау үшін болып жатыр. Біз осыдан тоқтау салу бізге бірінші. Ислам дінін қорғаудың, сақтаудың мына менің отбасымда негіз болуын осылап түсіндірмесек, мына тамызбен исламофобия құрал боламыз біз қазір. Жоқ, бұл арада қазір қанша адам отыр ғой, міне қанша халық қарайды да, сондықтан қазіргі жастар біз қателеспеу үшін осыға қабарға қарап едік, біз түзелдік деп айтатындай әңгіме айтуымыз керек те бұл арада. Енді солай қылсаңыз. Сонымен, яғни ол үшін психология жағынан алатын болсам, баланы жастан дейді. Солай ғой, сондықтан бастап мына мектепке дейінгі
мекемелерден бастау, содан бастап отбасынан басталады дейді. Әрбір отбасының өзінің шекарасы болады. Сіз сөз бермейді екенсіз маған. Жоқ, дұрыс қой енді. Дұрыс сөйлей Отбасынан басталады. Әрбір отбасының отан болғаннан кейін оның өзінің шекарасы болады, өзінің ата заңы болады, өзінің заңдылықтары болады. Сондықтан тәрбиені отбасынан, отанасынан, отағасынан бастау керек. Балабақшадан бастады. Балабақшадан бастады. Тәрбие туралы әңгімені сәл кейінірек жалғастырамыз. Тағдыр тәлкегіне түскен жалғыз баян емес, кейіпкерімізбен тағдырлас болған жандардың әңгімесі аздаған үзілістен соң сіздерге ұсынылады. Үйге де қонбайды. Сосын бір күні маған талақсың деп айтқанда қорқып кетіп жамандай. Сіз егер өзіңіздің бойыңызда көгілдірдік әңгімесі бар болатын болса, бұны жамандау арқылы оны реклама жасаудың қажеті жоқ аға. Сіздермен бірге ашығын айтқанда ток-шоуы әңгімеміздің басынан бері бірқатар мәселенің басы қылтия басады. Оның дені мәжбүрлі түрде дінге кіргізу ауанында болды. Дінде зорлық жоқ деген қағида қайда қалды? Жаңағы қара киім кигізу күштеп, сосын некеге тұрғызу әртүрлі жолдармен шырғалап, және ең соңында әйелдің басына бостандық сұраған кезде ұру болмаса талақ ете салу. Бұл жерде мен екі байқап отырмын, дұрыс айтасыз, ла икраха фиддин, исламда дінде зорлық жоқ. Бұл жерде біздің өзіміздің қыздарымыздан да кінә бар. Себебі мынау діннің қалай ұстану керек, діни таным қалай болу керек, оның хақ-құқығын білмесеңіз, әрине сіз қолданыласыз. Русланның Абдулла болып, оны жаңа қыздың өзінің қолдануының өзі, бұл мынау Алланың алдында жауапкершілігін, исламға деген құйы жағы екендігін бірден бір көрінісі мына жерде. Сондықтан ең басты мәселе діни сауаттылықты арттыру керек, діни таным. Жалпы тек қана емес, бүкіл қабаттарға біздің қазақта діни жақсы діни білімі дұрыс меңгерілмесе, жеке адамдар өз мүддесін жүзеге асыру мәселесі бар ғой. Сол үшін бұл жерде заң араласу керек. Мен айтайын деп жатқаным, бірінші некеде заң бар, екінші некеде қалай заң болады деп. Олар бірінші некенің өзін заңға пысқырмайды. Бірінші некесінің өзі заңсыз қиылған. Былайша айтқанда, ертең ол бала жетім қалса оған ешқандай қаражат төленбейді, ертең оған ешқандай мүлкі бөлініп берілмейді. Былайша айтқанда еркектен кететін ол жерде шығын жоқ. Ол қалаған дүниесін өзі сатады, өзі ие. Ал сондай кездерде қыздар ертең бұл қоғамда қалай өмір сүреді? Егер шариғат жоғары деңгейде үкім жүргізбейтін болса, имандылық жоғары деңгейде үкім жүргізбейтін болса, адамдар тек аузындағы тіліне байланысты дініне сеніп тапсыратын болсақ, олар жаңағы ойыншық қылып жүре береді. Жоқ енді қыздарға кім көндет енді сол әңгімеге әуелде? Қыздар алданып тұр ғой, діннің мәселесі. Қыздардың осындай мәжбүрлікке баратыны, бай жігіт іздеп, бай тек қана бай еркек іздейтіні, ол біздің қоғамдық әлеуметтік мәселе. Бізде қыздардың ешқандай жалғыз басты аналардың құқығы қорғалмаған. Қаншама жеті... Жалғыз басты ананың құқығын қорғап қайтеміз біз, әуелде неге ол болды? Енді ол ер азамат тастап кетсе, ол өзін-өзі, жас қыздар бар, менің өзім ақыл айтам. Мысалы, жас қыздар оқуын төлей алмайды. Не істейді? Оқу бітіру керек. Оны баратта ер адам алады қызды. Ойбай, мен сені оқытам, киіндірем, үлдемен бүрдеге орайым дейді да, қызды басын айналдырып әбден пайдаланып. Қызығы таусылған кезде ол қызды тастап кетеді. Талақ деп лақтыра салады. Талақ деп лақтыра салады. Діни басқарма бар. Сонан кейін бүкіл Қазақстандағы жаңағы білім басқармасы бар. Сонан кейін заң шығаратын депутаттарымыз отыр ғой, 170 па, осылар бәрі қазір біздің мемлекетке ыңғайлы, біздің қоғамға пайдалы жүйені шығару керек. Совет үкіметі кезінде балабақшада қалай тәрбиелеудің жүйесі бар еді. Қазір жоқ жүйе. Жақсы, рахмет. Тәрбие бұл басқа тақырып. Біз қазір студиямызда бір кейіпкеріміз шақырамыз. Кешіріңіз. Зере ханым шақырамыз ортаға. Зере, төрлетіңіз. Зере, қош келдіңіз студиямызға. Ассалаумалейкум. Мен бағдарламаға келу себебім өзімнің жағдайымды айтқым келгентін. Сіздер де түсініңіздер. Мен 2 рет талақ алдым. Бірінші жолдасымен жақсы тату өмір сүрдім. 10 жылдай тұрдым. Жасым 32-де. Ол кісімен жақсы тұрғандықтан кейін кездерде басталды ол кісінің жағдайы. Сол айтайын дегенім, ол кісі басқа бір әйелмен жүре басталды. Сосын
басқа елдің телефоны арқылы жаным деп, күнім деп жазыпты. Мен ол кісімен ең бірінші танысқанда 10 жыл бұрын кәдімгідей некелестім салтанат сарайда. Ал ол кісі ол уақытта намаз оқымайтын. Кейін кездерде бастады намаз оқуды. Содан басталды. Сосын үйде жүргенде ол кісінің жаным, күнім деп телефон арқылы қағаз жазыпты. Сосын үйге де қонбайды. Сосын бір күні маған талақсың деді, талақсың деп айтқанда қорқып кетіп жаманды. Неге мен талақ болуым керек дедім. Менің балам бар ғой, ұлым бар ғой, ұлымды ойлашы дедім. Бар басқа, кетті қайда барсың, онда бар деді. Зере, кешіріңіз, неше жыл тұрдыңыз, неше жыл отастыңыз? 10 жыл. 10 жыл. Орада бір ғой, бүгісі ер адамдарға бүйтіп бәрін жауа бермеңіздер. Қараңшы, біреуіне үлбіреген қызына келді да, оны пайдаланып, ұлын тоғызып, тегін қаңғыртып, сен салақсың деп. Пайдаланғандан мына айсыншы мына кісілер. Діннің басында жүрген кісілер бар ғой, жоқ тыңдаңыз. Сәл сабыр қылыңыз, тыңдаңыз. Тыныштық сақтаңызшы, бір әңгіме айтайық. Дін ол кезде біздің арамызда жоқ еді деді. Салтанат сарайда некеміз қидық. Содан кейін дін араласқаннан кейін осындай мәселе шықты. Дін қорқыныш нәрсе ма сонда? Кешіріңіз. Екінші реттен мен некелестім, шын айтайын. Балам үшін некелестім. Кіммен некелестіңіз? Басқадан мен. Ол айдан 4 әйелі бар, 3 әйелі бар ол кісінің. 4-ші әйел болып некелестім. Үйім жоқ болатын, өгей шешем бардың. Сосын әкем бар. Әлеуметтік жағдайым нашар болған. Болды. Екінші адамнан 10 жылда тұрғанда күйім жоқ, одан балам түсіп қалды, шын айтайын. Орда ол кісі мені. Сабыр сақтаңыз. Бұл енді бұл кезде, бұл жерде бұл кейіпкердің, яғни психологиялық жағынан әлеуметтік психологиялық әлсіздігін, соны басқадан пайдаланып, жаңағы бірінші, екінші тиген ер азаматты сол пайдаланып отыр. Сондықтан жаңағы өзінің психикасының әлсіздігінен өзін асырау үшін. Енді менің айтып отқаным сол ғой, міне қазір жалғызбасты келіншек жүр, міне 3 баласы бар, иә? Қыркүйек келді, баланы оқуға беретін ешқандай бір тиын қаражаты жоқ. Күйеуіне звондайды, күйеуі 2 жылда, 1 жылда 7 мың теңге 3 балаға алимент төлейді. Еш жерде жұмыс істемейді дейді. Ол жұмыс істейді ғой, ол екінші әйелі бар, екінші әйелі асырап отыр. Ол сонда анау қыз маған келіп тұр, келіншек, көмектесіңіз, мен не көмектесем? Мен 40 мың теңге бердім, 40 мың теңге ол түк ала алмайды. Баласы мектепке беру керек. Маған айтады, құрсыш бір шал болса да біреу тауып беріңізші, мен мына балаларды мектепке берсем болды. Ең соңында жақсы, Құсаяға мынандай жағдай. Зере деген миллиондаған қыздардың біреуі талақ етілген. Неге осындай жағдайға тап болдық? Қай жерден біз жібердік тізгінді? Енді басында айтып отырмын ғой, біздің әлеуметтік жағдай, қоғамдағы мәселелер, діни танымның дұрыс берілмеуі, одан кейін қыздарымыздың да осы дінге қарсы жауапкершілігінің төмен болуы, мынау жігіттеріміздің дінді қолданылуы, діннің негіз шеңберін дұрыс түсінбеуі, барлық көп проблемалар. Бірақ мен айтайын дегенім, біздің бүгінгі қоғамдағы ең жампидашыл ұлтқа, құндылыққа деген негізгі ортаны біздің қыз балаларымыз ұстанып отыр, әйелдер. Жалпы ұлттың ұйытқысы әйел. Бізде мынау дінді пайдаланып, немесе өзінің нәпсісін қоздырып, еркек адамдардың мынау ақылға келіп, мынау әйелге көзқарасы, анаға көзқарасын өзгертпесе, діни танымын дұрыс өзгертпесе егер, бұл қайталанып кете береді, жалғасып кете береді. Діни таным деген мәселе мынау отыр, мына қараңыз. Әйелді еркектен төмен жаратылған антология тұрғыдан сондай танымдар қазір қаптап бара жатыр. Мынау жоғары білімді, Мысырдан оқыған, басқадан оқыған имамдарымыздың өзі әйелді еттен жаратылған деген түсінікпен келіп жатыр. Әйелді кәдімгі еркектің қабырғасынан жаратылған деген мәселелерді қайталап жатыр. Мен айтамын, бұл исламда жоқ. Бұл христиан теологиясынан енген мәселелерді біздің бүгінгі кейбір діни мамандарымыз сол күйінше қалыптасып, дін арқылы әйелді бағындыруға тырысатын бір тенденция қалыптасып бара жатыр. Мәселе бағындыруда емес қой. Бұны қараңыз, теория таным дұрыс болмаса, сіздің мына қоғамда қолданысыңыз өзгермейді бұны. Сондықтан исламды дұрыс түсіну керек. Құранды дұрыс оқу керек. Дұрыс танымға солай тәрбиелеу керек. Білім беруді осы құндылықтар өлшемін дұрыс қоймасақ, жоқ, мына жерде мен түсінемін. Бағындырған кезде ол отбасының үйлесімділігі үшін ол дұрыс. Дін үйлесімділік. Әйел адам өзінің орнын білу керек, мойын деген сияқты. Отбасының ұйытқысы деген сияқты. Бағындыру үшін діннің қажеттілігі дұрыс. Бірақ бұл жерде діннің бағындыру деген тәсілін асыра сілтеушілікке, немесе оны әйелдің құқын таптаушылыққа, оны зорлаушылыққа апаруға болмайды. Яғни дін оны айтса, оны үйлесімділікті орнату үшін айтты, бұзу үшін айтқан жоқ. Жақсы.
Құрметті көрермен, бастан кешкен хикаяңызбен жан сырыңызды бөліскіңіз келсе, хабарласыңыздар. Әлеуметтік желіде пікір қалдырыңыздар, көрсетілген телефон қоңырау шалыңыздар және электронды пошта хат жазыңыздар. Біз күтеміз. Дінді қолданба сен. Дінді сен еркек бір отбасын құрасың, әйелменен екеуің. Сөйтесіндағы әйеліңе жаңа дінді құралы қолданып, жаңа қысым көрсету болмайды ол. Сол ғой енді. Зерен тыңда. Ер адамдар өзіне келгенде бүкіл дінді да, исламды да бәрін өздеріне бұрып алады. Заңға дейін бұрып алады. Ол ешкім, әркім әйел, әр ер азамат өзінің қызым, әйелім, анам деп қарау керек қой. Екінші некелестім. Үш әйелі бардың. Білдім, бірақ та ол кісіге тұрмысқа шыққым келген жоқ. Амалсыздан шықтым. Ол кісінің, мен 10 жылда тұрғанда, күйеуіммен тұрғанда, күйеуім айтатын, жұмыс істемей қой, ештеме істемей қой сен. Мен өзім асыраймын, бәрін асыраймын, сені асыраймын деп айтқан. Содан кейін екінші күйеуімге шыққаннан кейін де күйеуімді ештеме істеме деп айтты. Өйткені мен ол кісінің алдында жұмысында дүкенші болып дүкенде киім саттым. Некеңіз қалай қиылды екінші некеңіз? Некем неде мешітте қиылды ол кісімен. Мешітте? Уәлие барлығы болды ғой, иә? Мынадай киімді киюге кім мәжбүр етті сіңілім? Қай мешітте қиылды? Кешіріңіз, айтыңызшы барлығын ашып. Кешіріңіз. Қай мешітте қиылды? Шын айтсам айта алмаймын, қай мешітте. Астана қаласында ма? Мешітте қиылды ма, мешітте қиылмады ма, мәселе өде емес қой. Жоқ, көрдіңіз бе сіз? Мәселе өде емес қой. Бағанадан бері шатасып отырсыз. Біз бар ғой. Күйеуіңіз Қазақстан азаматы ма екен? Мешітте қиылмаса да бәріміз өтірік. Қорғайықта дінді. Қазақ екеуі. Екеуі де қазақ дейді. Пожалуйста, қазір біздің елді, елін, жерін қорғайтын. Мысалы үшін сәләфизм ағымындағы мынандай нені қалыптастырған қағиданы 3 рет қана көруге рұқсат, 3 реттен кейін елу керек дейді да. Сөйтіп қыздың бағындырып алады өзіне. Бұл қате ғой сонда. Бұл қате пікір. Яғни исламдағы неке шартын жаңа Ермек мырза айтып кетті. Ол жерде ата-анасын разылы болу керек. Енді мен сұрақ қойғым келеді да, сол тұрмысқа шығып жатқан қыздар соны білмеді ме? Заң арқылы ЗАГСке барып тіркелу керек екенін білмеді ме? Немесе ата-анасының мен ақылдасып, сол арқылы сол бір ымыраға келіп барып шығу керек еді ғой. Зере, екінші некеге тұрарда ата-анаңызбен ақылдастыңыз ба сіз? Мен ата-анаммен ақылдасқан жоқпын, әкеммен ақылдасқан жоқпын. Жоқ, орада ата-анамен ақылдасу деп сіздер бәрін шатастырып жатсыздар. Бұл қоғамға сіңбейтін дүние. Бұл мәселені бар дұрыс қарау керек. Бұл арада өзі үш мәселе тұр да. Misal үшін жаңағы қыздардың мәселесі, олардың тәрбиесі, олардың бақытты өмір сүруі, дұрыс па? Жаңағы мына кісілердің шырылдап отырғаны сол. Неге қыздар қазір ажырасып жатыр? Неге жаңағы балаларын сабаққа апара алмайды? Мен айтар едім, ана қазір көктем магазині бар ғой. Соның қасында тәнін сатып тұрған қыздар, вокзалдың қасында тәнін сатып тұрған қыздар, мед университеттің алдында тән сатып тұрған қыздар. Қыздарға тәнін сатып жүрген еркектер кінәлі ма? Кім кінәлі? Еркектер кінәлі ма? Қыздар пайдаланбайды ғой енді ол қыздарды. Енді айтыңызшы, еркектер кінәлі ма? Еркектер кінәлі ма? Енді қараңыз, сол еркектер кінәлі, еркектердің өздері еркек бола алмай қалды. Неге? Ол екінші мәселе. Екінші мәселе емес, бірінші мәселенің... Сіз бір мәселені шеше алмай отырсыз. Сіз бірінші әйелдік мәселені шеше алмай отырсыз. Қоғамдағы мәселені шеше алмай отырсыз. Сіз көгілдірдің әңгімесін айтып отырсыз. Сіз егер өзіңіздің бойыңызда көгілдірдік әңгімесі бар болатын болса, бұны жамандау арқылы оны реклама жасаудың қажеті жоқ аға. Бірақ мынаны жақсы түсініңіз. Сіз мынаны қараңыз. Бұл жанжал емес Досеке, бірақ айтатын нәрселер. Қоғамдағы Құранда Алла Тағала ашық түрде айтқан «Ар-рижалу қауамуна аля ниса» дейді. Ер адам әйел адамның үстінен тікесінен тік тұрып қарап тұратын, жауапкершілікті мойнына алатын азамат. Ол қоғамда да, дінде де, қай жерде болмасын. Бұл мәселеге егер мына кісіні алған кезде бұл кісіде, мысалға еркек азамат, әйел адам дейді, не? Хисси, яғни сезім бар, сезімге әсерленіп қалады. Ер адамда ақыл бар дейді. Егер ер адам ақылменен әрекет жасамайтын болса, қоғам бұзылады. Әйел адам ол заты жіңішке, нәзік бір жан жаратылыс. Жаңа жерде. Сіз қараңыз, Алла Тағала... Еркектер кінәлі дедіңіз да, еркектер кінәлі болатын болса, осыны қалай жою керек, соны айтыңызшы. Ал қалай жою керек? Түсіндіруіміз керек. Мысалы үшін мен Грузияда болдым, бір тән сатып тұрған қыз көрген жоқпын. Шешендерде болдым, бір қыз көрген жоқпын. Өйткені бір еркек өзінің
қарындасын, өзінің қоғамда қандай да бір әйел заты болсын, оны қарындасым, әпкем, қызым деп қарайды. Барып Түркіменге барып көріңіз, ол да сондай. Бізде ер адамдар не? Кешке жақын телефон звондайды, бір-біріне соғады да, ана қызды шақырасың ба, үйтесің ба, сөйтесің ба деп барлығын мына кісі айтқандай қоғамда ақша мәселесімен шешкісі келеді жаңа жерде. Қыздарды төмен түсіріп тастаған. Ислам бұған қарсы. Тиымға келетін болса, қараңыздар. Бұны да түсіндірейін, қараңыздар. Қандай да бір қоғамдық институттар бар қазір. Қазір қоғамдық институттарда үйінде отбасынан зардап шеккен қандай да бір әйел адам звондайды да мен күйеуімнен зардап шектім дейді. Келіңіз дейді жаңағысы. Барады да оған тек қана тыңдап психологиясын түзеткен сияқты болады да шығарып салады. Көңіліңізге келмесін, психолог апай. Шығарып салады. Онымен мәселе шешілген жоқ. Өкіметтен бәленбай миллиондаған ақшаны жаңағы қоғамдық қорлар алып жатыр. Осы нәрселердің барлығын егер имамдардың беделін көтеріп, имамдар осы нәрсені дұрыс атқарып, имамдардың халыққа қызмет мәселесін тең дәрежелі көтеретін болса, бұл мәселе шешіледі. Неге? Өйткені қандай да кім болмаса болсын. Кейіпкеріміздің басында шиеленіске толы болды. Және бір ойландыратыны осындай тағдырлар көбейіп кетті. Бұндай түсініксіз некелердің көбейіп кетуіне не себеп болды? Досеке, сіздің пікіріңізбен біз хабарымызды қорытындылаймыз. Бізде бұл дін және мемлекет қатынасы, дін және қоғам қатынасын реттейтін негізгі ұстаным институт бар, қалыптасқан. Біз Құдайға шүкір мемлекетпіз. Бұл мемлекеттің бас ұстанымы зайырлық біздің мынау діни құндылықтарымызды дамытуға да, мемлекеттік жүйемізді қалыптастыруға да, отбасын сақтауға да бағытталған үлкен бір ұстаным. Осының комментарийларын, түсіндірулерін дұрыстауымыз керек. Ол кезде жаңа әйел менен еркектің орны дінде қалай көрсетілсе, қоғамда, құқықта, конституцияда, жалпы анау дәстүрімізде қалай қалыптасып, осының бәрінің арасында үйлесімділік бар. Енді осылардың барлығы ғылыми таныммен ғана шешілетін мәселе. Түсіндіңіз ба? Ғылыми таным болмаған жерде осындай даулардың көбейеді. Жалпы мына республикалық мемлекеттік жүйеде діни таным мен ғылыми таным жан мен тән сияқты тұтас болу керек. Тек қана бүкіл мәселені діни таныммен, діни өлшеммен ғана шешемін деу бізді мынандай қыздардың шығуына апарады. Қыздардың құқығын, жауапкершілігінің бәрін тапталуына апарады. Сондықтан бізде дәл қазір жүрген жағдайда егеменді елімізде бүкіл потенциал бар. Тек оны қолданудың тетіктерін біз ғылыми тұрғыдан ұйымдастыра білуіміз керек. Жақсы, рахмет. Бұл жайдың бүге-шігесін бүгін жеткізе алмайтын болдық. Ертеңгі хабарымызда да жаңа кейіпкерлер, жаңа сарапшылар өз ойларын ортаға салады. Олай болса, ертең дәл осы уақытта, дәл осы студияда, дәл осы арнада көрсеміз. Аман болыңыздар.